Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы өздеріңіз білетіндей, жақын арада солтүстік Қазақстан тұрғындары аспаннан өте ерекше көрініс көре алды. Бұл северное сияние немесе теріскейдегі шұғыла деп аталатын өте ерекше табиғи құбылыс. Бұл құбылыстың әдемі екені сөзсіз. Бірақ мені ең негіз қызықтырған сұрақ бұл құбылыс адам организміне зиян ба, және де біздің организмімізде қандай өзгерістер туындатады? Ендеше бұл сұрақтың жауабын бірге іздеп көрейік. Барлығыңыз білетіндей, кейбір адамдар ауа райының өзгеруіне өте сезімтал болып келеді. Барлығыңыз естіген шығарсыздар, жаңағы ауа райы өзгерген кезде үлкен кісілерде жаңағы давлениясының көтеріліп немесе түсіп кетіп жатқандығы. Осындай адамдардың бәрін біз метеопаттар деп атаймыз. Бұл нені білдіреді? Яғни дәрігерлердің кеңесі бойынша осындай ауа райының өзгергіштігіне сезімтал адамдарға северное сияние болса егер өміріңізде, сізге стресске түспеуге, көп су ішуге және де тұзды тамақтарды азайтуға кеңес беріледі. Өйткені тұзды көп жеу ол давленияның көтеріліп кетуіне алып келуі мүмкін, ал суды көп ішу оған қарсы тұрады. Ғалымдардың тағы бір болжамы бойынша осындай магнит өрісіндегі өзгерістер шаршағыштыққа, мазаның болмауына және де организмдегі созылмалы аурулардың қозуына алып келеді деген болжам бар. Осы сұрақты талқылауда ғалымдар екі лагерге бөлінді. Жалпы бір ғалымдардың айтуы бойынша осы северное сияние немесе магниттік өрістегі өзгерістер ол адамдардағы организмде әртүрлі шынымен де өзгерістерге алып келеді деп айтады. Яғни ол хронический, яғни созылмалы аурулардың қозуы, немесе гипертоник адамдарда давлениясының көтеріліп кетуі, немесе мазасыздыққа, сонымен қатар шаршағыштыққа алып келеді деген ғалымдардың бір тобының пікірі бар. Ғалымдардың екінші бір тобының пікірі бойынша магниттік өрістегі өзгерістер немесе северное сияние ол ешқандай да организмге жаңағыдай әсері жоқ. Жай біздің организм бұл северное сияниені біздің өмірімізге қауіп төндіруі мүмкін фактор деп есептейді де бізде адреналин және де тағы басқа стресске жауапты гормондарды бөле бастайды. Осыған байланысты біздің организмімізде жаңағы мазасыздықта, шаршағыштықта, давленияның көтерілуде осыған байланысты болады деп айтатын да ғалымдар бар. Видеоның да соңына келіп қалдық. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.